Сәлем достар, бүгін бір оқырманнан мынадай сұрақ түскен екен. Баламның шашы әр жерден ала-құла шығады, ол рахиттің белгісі ме? D3 витаминін берсем де кетпей жатыр деген сұрақ келіп түскен екен. Жалпы шаш жайлы айтатын болсақ, кішкентай балаларда осындай белгі ала-құла болып шығу 3 айдан бастап 2 жасқа дейінгі балалар арасында кездеседі. Оның себебі шаштың жалпы өсу кезеңіне байланысты. Бұл шаштардың түсуі баланың бесікте жатуына немесе оң жақ қырына, сол жақ қырына қарап жатуына байланысты емес. Шаштың 3 түрлі өсу кезеңі болады. Біріншісі анаген деп аталады. Яғни ол сіздерге түсінікті тілде айтайын, ол балапан шаштардың өсуі. Одан кейін катаген деген фазасы болады. Екінші кезең, бұл кезде шыққан балапан шаштар уже үлкейіп өсіп, қайратты күйге жетеді. Үшінші фазасы ол телоген деген фаза. Яғни шыққан шаштар тыныштық күйге енеді, сол қалпында өсіп тұрады. Осы кезеңді олар 3 ай аралығында сақтайды. 3 ай өткеннен кейін баланың шаштары түсе бастайды. Неге десеңіздер, ол шаштар уже ескірді, организм өзі автоматизм ретінде түсіре бастайды. Енді новый шаштар шығу керек орнына. Осы кезде мысалы үшін күнделікті ересек адамдарды алатын болсақ, бір күнде 100 шашы түседі, орнына 100 шашы шығады, яғни ол уже миы тренировка жасаған. Так, 100 шаш түсіп жатыр, орнына 100 шаш шығару керек деген. Ал кішкентай балалардың миында әлі ондай автоматизм қалыптаспаған. Ондай сразу так шаш түсіп жатыр, орнына шығарайын деген механизм әлі қалыптасқан жоқ. Соны үйренем дегенше 3 айдан бастап 2 жасқа дейінгі аралықта уақыт кетеді. Сондықтан да бұндай шаштардың ала-құла болуы осы кезеңде болады. Ал ол баланың D3 бергеніне немесе жаңағыдай жатуына, дұрыс емес жатып қалғанына байланысты емес. Сондықтан да бұндай рахит па, рахит емес па оны білу үшін просто так шашына қарамаймыз. Міндетті түрде педиатр, ортопед және невропатологтың кеңесі қажет. Содан кейін барып ондай диагноз қойылады. Толық қарайды диагноз, анализдер тапсырылады, диагностикалар жасалынады. Содан кейін барып қойылатын, негізінен ол өте ауыр диагноз. Сондықтан да өздеріңіз шашқа қарап ондай болжам жасамаңыздар. Сұрақ болса, комментарий қалдырып жазсаңыздар болады.